Баршаңызға сәлем, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Еліміз тыныш болсын. Арнама қош келдіңіздер, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді наурыз көже дайындаймын. Наурыз көжені әр жерде әр түрлі дайындайды. Бұл менің рецептім. Менің рецептім болғанда апам, анам осы рецептпен дайындайтын. Енді мына жерде арпа және бидай алдым. Жақсылап жудым, тазаладым. Қазір үстіне қайнаған су құям. Яғни арпа мен бидайдың үстіне. Содан кейін 2-3 сағатқа қойып қоям. Яғни ет толығымен піскенше қайнаған суда жібіп тұрады. Бидайға да қайнаған су құямын. Содан кейін бетін жауып қоям. Яғни қақпақпен жауып қоям. Қазанға етті саламыз. Мен қазының жартысын және шердің етін алдым. Суық су құйып, дәміне қарай тұз қосып, жоғарғы отта қайнағанша пісіресіздер. Қайнағаннан кейін сорпаның көбігін алып, ең төменгі отта 2 сағат пісіресіздер. 2-2,5 сағат. Көбігін алған жері видеоға түспей қалыпты. Көбігін алдым, 2,5 сағат пісті. Ет. Мен қазының жартысын ғана қостым. Мен өз отбасыма ғана дайындап жатырмын. Егер сіздер көп адамға дайындасаңыздар, енді үлкенірек ыдысқа, қазанға дайындасаңыздар болады. Енді осы сорпаны сүзіп алдым. Сүзілген сорпаға арпа мен бидайды саламыз. Арпа мен бидайдың суын төгіп тастайсыздар. Қайнаған суға қойып қойған болатынмын. Енді арпа мен бидай толығымен піскенше 1 сағаттай жаңағы сорпаны ортаңғы отта пісіреміз. Енді бидай, арпа әрқалай піседі. Мен 2-3 сағат қайнаған суға қойып қойғандықтан 1 сағатта пісті. Қазыны, етті тураймыз. Қазыны толығымен 1 қазыны салсаңыздар, яғни 1 келкі болып піседі. Менден жартысын салғандықтан осылай кішкене шашылып кетті. Ет пен қазыны турадым, дайын. Арпа мен бидай піскеннен кейін жақсылап араластырып, содан кейін аздап кептірілген кеспені саламын. Мен енді бұл жерде қамыр салмасаңыздар да болады, бірақ мен өзім жаңағы анам, апам бұрыннан дайындаған кезде наурыз көжеге аздап кеспе салады, қамыр салады. Енді өз қалауларыңыз бойынша мен аздап қана салдым. Міне содан кейін толығымен барлығы піскеннен кейін қамыр, арпа, бидай, ең артынан етті салып, жақсылап араластырып, содан кейін айран, қатық немесе құрт салсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай мен құрт салдым. Құртқа сорпаны құйып алдым да жақсылап езіп, қазір осы құртты қосам. Және де наурыз көжені сұйық етіп, қою етіп жасап жатады. Мен де кішкене қоюлау етіп жасадым. Біз отбасымызбен солай жақсы көреміз. Негізі сорпа өте майлы, тағы да қайнаған су аздап қана қосуға болады негізі. Міне құртты қосамын, жақсылап араластырам. Осымен наурыз көже дайын. Менің рецептім сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Негізі осы YouTube каналымда тағы да басқа жыл сайын дайындап жүрген басқа рецепттермен наурыз көженің видеолары бар. Міндетті түрде көрсеңіздер болады. Қазақтың мейрамы құтты болсын, еліміз тыныш болсын, баршаңызға ас болсын.